Рахмет, тойға келген ағайын тілдің майын тамызып тізгінді қолға алайын, бастаған соң қош жұлдыз отаутығы балайын толтырайық ән күйге оңтүстік салтанат сарайын. Ендеше дәл осындайда Мұқағалиша бастасам думанды сау сайрам мерекелі, тойларыңыз бола берсін берекелі. Дәл осындайда танылар өнерінің кім екен десе, республикалық деңгейдегі Алдараспан өнер орталығының мерекелік кештер жүргізушісі Жандәулет Айтуарұлы қамырдан қалды суырған, қызыл тілмен қуырған өнерлі ұлдарымызға бір құрмет қошемет болсын. Рахмет. Бәрекелді. Ендігей, мен де өзім таныстырып кетейін. Шымкенттің тумасымын, бір әулеттің тұлғасымын. Ерешептің мәпелеген ұлымын, бір Алланың ғана құлымын. Шегірлерге жиен болам, қожа деген ел болам. Бірде 70 бойым бар, үйленетін ойым бар. Қыз қырқынға уақыт жоқ, күнде заказ тойым бар. Алдарыңызда асаба көмек мен болам, баршаңызға дос, қыз берем десеңіздер, пожалуйста, басым бостық қойшы. Бәрекелді айналайын көмек жаны. Мынау қазақта қонақ келсе, құт деген, құт қонағыңды жақсылап күт деген. Ендеше мінекей дастархан жайып бата іздеген бұл әулеттің салтығыдай мықты екен деп келіп отырған қонақтарымызға осы әулеттің тамырын таратып, елді аузымызға қаратып жақынырақ таныстырып өтер болсақ, яғни ордалы оңтүстігіміздің төріндегі шырайлы Шымкент қаламыздың қақ ортасындағы салтанат сарайымыз, яғни сән салтанаты жарасқан оңтүстік қабылдау үйінде бүгінде Балтабаевтар әулеті, яғни айтқанда батырлар, кіші жүздің ішінегі алшын руынан тараған әр қуанышын бақытына балаған менің Оразбек көке мен Разия анамның қуанышы құтты болсын деп, той иелерінің тұғыры биік болсын деп бір қошемет деп қойыңыздар жақсылап. Соңғысы кеп жатыр. Енді киімде болған екен, оңай емес қой. Тез жүрмейді. Жай кеп жатыр, өзі жай кеп жатыр. Жай сүйік, білдірмей. Осы ма? Осы. Ой. Не дейміз енді? Күйеу жігіт жасылан бақытты болыңдар. Енді әзіл ғой. Ал енді біз айтасың көмек, енді қуанышымызды үлкендердің игі жақсы салиқалы әңгімесінен, ғибратлы әдемі әуезді әңгімесінен кейін кереметтей дәмнің думанын келтірейік көмек. Дәмнің думанын келтіріп халыққа ұсынайық. Содан соң қазақ әнсіз дастарханы дәмсіз болмағандай керемет әуезді әнімізді де ұсынамыз ағайын. Ал енді ортада қазір ет болады ағайын. Еттің алдында бір репетиция болсын. Ағамды той иесін сыйлап келген кісілер бар енді. Мен тағы да жас бала қолды көтерте берді демеңіздер. Бір ағамды сыйласаңыздар, оң қолды көтеріңіздерші, ағамды сыйласаңыздар. Былай болмайды, былай жартылау сыйлау. Бұл қатты сыйлау. Кім қатты сыйлайды екен ағамды? Кән көтерейік, оң қолды. Соңғы мен көрсеткен 3 саусақты қалдырамыз. Мен көрсетіп тұрған 3 саусақты. Осыны медленно, асықпай, жай дастарханға қоямыз. Ет жеуге дайынсыздар ма? Олай болса, ортада ет ағайын. Бұл етті жегенде арманда, жемегенде арманда. Атыраудың арпасын жеген, Ақтөбенің шыршасын жеген, Сырдарияның суысын жеген, Сарыағаштың суын ішкен, доңызбен бірге жайылмаған, бетінде витаминдері жойылмаған, сіздерден өзге қонақтарға қойылмаған жылқының еті ағайын. Ет, дамы и господа, это не завтрак, не обед. Аташки готовит пока, Апашки готовит пакет. Пакетке симаса қалдаға салы пакет. Хватит уже потеть бурными овациями из студии ет ағайын. Это не китайский бишпакет. Это реально казахский ет. Этого кушал мой отец и дед. А чё шапалах нет? Ет ортада! Нужен прямо по курсу, мясной элитный набор. Всегда придется по вкусу, звезда на твою любовь. Король еды и закусок. Бешбармак, готовен от души. Игрушку отличает от побегов черемши. Меня соплана оберни квадратиком лапши. Сразу не ешь сначала ароматом. Ұстазым менің бастауыштағы алғаш қадамым нық аяғымды басуға осы кісінің ұлағатты ұстазымның рахмет деген келеді. Рахмет жаным. Жандәулет менің шәкіртім. 400 мен қолында. Біз шешендік өнер сыныбында оқыдық. Мәні соның нәтижесін көріп отырсыздар. Мінеке үлкен тойды басқарып отыр жаным, рахмет.